Алматы қаласында Суперзайм несие компаниясының кеңсесі тоналды. Аталған мекеменің директоры сейфтен ұрланған 200 миллион теңгені зебәлек. Оқиға орнынан тілшіміз. Дым жоқ. Мына сейфтегі ақшалар, договорлар, секретарь әйеліме алып қойған бриллиантовый комплекті бар тұғын. Ол да жоқ. Енді ойлаңыздаршы, германский система защиты қойғанмын ғой. Оны қорғауға японский система защиты қойғам. Енді білмеймін ғой, қалай взломать еткендерін бұлардың. Компьютерде взломать еткен, сигнализация, камера бәрін взломать еткен ғой, білмеймін енді. Көреміз ка, ұсталып жатыр, не дейтіндерін. Үлкен профессионалдар жұмыс істеген көрініп тұр. Мүмкін даже басқа шетелден алып келген азаматтар да болуы мүмкін, профессионалдар өйткені. Қазіргі таңда енді 12 друзей Ocean деген кісілер, осылар ма деген күдік бар бізде. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, іздеп жатырмыз, анықтап жатырмыз. Жалпы ұрлық дұрыс емес қой енді, бірақ сауап болды деп ойлаймын. Именно микрозаймды тонағандары. Микрозайм сезінсін тоналған деген қалай болатын. Былайша айтқанда халықты тонап отыр ғой олар өздері. Бірінші ретте ақша болған жоқ сәл. Өз-өзім сынап көргім келді. Германский, японский защитный системалар шығып көргім келді. Системаларына қосылып ем. Ашинаға екен ғой. Бүкіл датчик, камера, сигнализацияларын 6 секунд өшіріп тастағансың ғой. Енді бұны мен Алматыда үйрендім. Эку сервис деген бар. Алматыда Самади 40 адресі бойынша орналасқан. Машиналардың электроникасын прошивка жасау, диагностика, компьютерлерін жөндеу соларды үйретеді. Қатты оқып кеткенмін ғой мен. Не только машина, любой системаны шұқи беретін болғанмын ғой. Сол, маған рахмет айтсын аналар қайта системаларының слабый жерін топ бергеніме. Біздің міндет жақсы мамандар дайындап шығару. Бізден алған білімді банк тонауға жұмсағандары дұрыс емес, әрине, өйткені сол білімді дұрыс жолда пайдаланса, сондай ақшаны 2-3 айда шығарып алуға болатын еді. Айнура Моторова, Светлана Ремонтова, ПТК арнасы.